өтті Дилмар шешендік өнерді дамыту клубының әлеуметтік желідегі оқырмандары. Бүгін сіздер үшін шешендік өнердің қадірі мен қасиетін түсінген, бойына дарытқан жандармен бірге сүбелі сұхбат құрмақпыз. Қайырлы күн, қалайсыздар? Қайырлы күн, шүкір жасыңыз. Жақсы. Көрермендерге өздеріңізді бір-екі ауыз сөзбен таныстырып кетсеңіздер. Рахмет аға деп сөз беріп отқанына. Жалпы мен негізі осы дарынның түлегімін. Жақында өткен Дилмар шешендік өнер жарысының студенттер арасында бас жүлдегермін. Жалпы негізі өзімді мен бұлай таныстырған жақсы көремін. Бір ізденуші форматында жүрген, өмірдің мәнін түсінуге, өзінің бүкіл парасат пайымын салуға тырысып жүрген ізденуші тұлға ретінде сол таныса деймін. Жазғаныңызға қуаныштымыз. Жақсы. Қазіргі таңда жалпы Дилмарға келгелі көптеген атақтарды өтті. Алғашында техникалық редакторда болдық, кейін жыл шешеннен алғашқы орын иегері болдық, кейін Аягөздегі жетекшісі болдық. Енді қайсысын айтса да ризамын. Дегенмен, осы өзіңді қалай атағанын айт деген кезде, Дінмұхамед Қонаевтың өзінің визиткасы бар екен де, сол жерде тек ақырында тау инженері деп қалдырған екен. Сол сияқты осы Дилмар клубының мүшесі деп қалдырған дұрыс болар. Керемет. Қош келдіңіздер. Мектеп қабырғасына енді 2,5 ай өтті, оқу жылының басталғанына. Қайта келіп қазір қандай сезімдесіздер? Естеліктер еске түседі алғашында. Дарында 3 жыл оқыдым ғой, мен қателеспесем 11-ші сыныпта шығып кеттім. Дилмарды осы мені таныстырған, Дилмармен мені байлаған ұстарым ғой негізі. Дилмар алғаш клуб болып, үйірме болып құрылған кезде соның басында болды. Жарқын Селенұлы сол үйірме мүшесінің бір етті ғой. Сол кезде ойлайтын осы Дилмар қалай болады екен болашақта, қаншалық қай жерге шығамыз деп ше. Соның арқасында мысалы әуелі подкастқа келіп өзімнің ойымды ашық жеткізе алатындай бір деңгейге жеттім ше. Дарын бір өзгеше бір менің өмірімде болған ешкім тартып әкете алмайтын бір жақсы естеліктерге толы кезең. Мен үшін дәл сондай қабырғасы емес, көбінесе орта. Қайсысы, қай қабырға болсын, әрқайсысы жылы естеліктер қалдырады. Естелікпен қоса ең мықты тәжірибені осы ортадан алдым деп айтсам болады. Және ең алғаш айтып өтті ғой, Дилмардың қалануында біз болдық деп. Алғаш 8-ші сыныпта шешендік сөз өнерінде отырған кезде осы Рамазан мен Шыңғыс екеуі келетінде біз суретке түсіріп алып кететін. Бұл не, қайда түсіріп жатыр сөйтсек, бұл кезде бұл кісілер өздері жазбамда жазады, өздері сол кезде техникалық редакторда, инстаграмда жүргізеді екен. Енді қазір әрқайсысына әртүрлі мамандар тауып келеміз. Бұл да бір Дилмардың дамып келе жатқан кезеңде ойлаймын. Осылай енді дарынның ортасы да қабырғасы да әртүрлі жыл естеліктер мен тәжірибелер қалдырған. Шынымен де қазіргі таңда мысалы біз үшін сіздер осы Дилмардың негізін қалаған тұлғалардың бірі сіздер. Әлидің де біздің үйірмеге шыны керек сіңірген еңбегі көп. Кезінде деген оператор таба алмай жүрген кезде Әлиге қоңырау шаламыз. Шынымен бір кездер болған барлық жұмыстың бәрі Әлиге келіп тіреліп қалатын. Ешкім Әлидің деңгейінде орындай алмайтын. Сондай кездерді қазір мысалы күліп еске аламыз. Сіздер енді қазір Аягөз қаласындағы 10-шы гимназияда шешендік өнердің үйірмесінің жетекшісі болып отырсыз. Сіздер СДУ-да 1-ші курс студенті сіздер. Осы енді үлкен өмірге, дарыннан тыс жерге барған кезде Дилмар үйірмесінің сіздерге тигізген пайдасы болды ма? Ол мысалы рухани даму жағынан болсын, өзіңді табу жағынан болсын, немесе ортадағы қандай да бір деңгейде лауазымда болу үшін. Енді лауазым деп келмедік, лауазымға жетпедік. Ал бірақ студенттік өмірге келген кезде есесің ғой, есею процесс басталады адамда. Дилмардың шыны керек өзіндік пайдалары бар. Шешендік өнердегі мысалы Төле бидің 14 жасындағы билік айта білуі, 9 жастағы жетес солар қарап отырасында, мысалы 18 келдің студент болды. Студент деген сөздің негізі мағынасы ізденуші деген мағына білдіреді ғой. Сөзі ойланасың. Саған мотивация керек болса, міне, саған мотивация осы бар да, мысалы Төле би 13 жасында билік айтты дейсің да, менің ойымдап жүргенім, шеше алмай тұрған нәрсем оңай нәрсе ғой деп қарайсың ше. Мысалы андай болатын бәрі басында лекциядағы мұғалімдерге сұрақ қоюға қорқатын ше. Біз жалғас екеуміз дарыннан тілеп ұштық. Біз бір андай бізді
аяғымызға түсіп алып не арқандап бір тоқтатпаса тоқтамаймыз сөйлеген кезде не сұрақ қойған кезде қызық қой енді сен сұрағың келіп бара жатыр қорыққаннан біреулер сұрамайды сондай кезде сұрақты жаудырамыз оның да бір пайдасы бар да сен білмейтін дүниеңді білесің ол біреудің көзінше бір көрініп қалу не оймен осылай апайлардың алдында өзінің ашық ойын білдіре алу емес керісінше сенің білмейтін дүниеңе білу үшін жасалатын алғашқы қадамдар ал Дилмардың мысалы көшбасшылыққа сұрақ қоя білу мысалы сұрақ қоя білуді өзіндік өнер негізі өзіңді дамыту руханиятқа қатысты келетін болсақ Дилмардың пайдасынан андай болады апта сайын бір кітап оқып бітіруге бір талпынасың жеке тапсырмаларды бөлек ішінен қарайсың да мысалы қазір мынандай болып кетті ғой менде мынандай қиындықтар бар мысалы қазақ тіліндегі көркем шығарманы оқып отырамын ішіндегі сөздерді түсінбейсің ше тілім бар да менің танымым кең емес екен ше соны байқаймын соны қарайсың сызып аласың астын іздейсің соны мысалы абайдың бірінші қара сөзінде бағусыз дерт деген алып дейді да бағусыз дерт қандай дерт деп ойландым мен басында сөйтіп сөздікті ашып қарадым бағусыз дерт ол емі жоқ дерт деген мағынаны білдіреді сонда ел бағатын адамдар сондай бір емі жоқ дертке ұшырағандар болмаса деген мағынаны ұстап көркем шығарманы аласың оқисың ішіне сөз сондай сызып отырып түсінетін халге жеттік қой сол жағынан өзің қолдана білесің лексиконы ауысылады менде сондай және сұрақ қоя салсам жаңа лауазым деп кеттің ғой ең басында сол кезде лауазымға жете қойған жоқпыз деді бірақ қоғамның бір беріп жатқан лауазымы бар ма мысалы мына сөзді түсінбей тұрмын мынаны шыңғыстан барып сұрап көрейінші білуім мүмкін ғой деп Дилмардың осы кездегі пайдасын лауазым арқылы әлде ондай болатын емес группаластарым арасында білмеймін бір ақылды деп ойлаймын ма данышпан емеспін ғой бірақ андай сұрақ келетіндер болады мына жерде қалай болады мысалы мына шығарманы түсінбедік деген сияқты ше сол кезде енді бар ынта шынтаңмен түсіну бір шақатымен түсіндіріп беруге тырысасың ол кезде енді ол дұрыс қой негізі қай жағынан қарасаң да білген дүниеңді сен есіңе түсіресің біріншіден білмесем білмедім деймін білмесек бір кезде кетеміз сол кезде кітап авторы ғаламтор авторы қызық сондай яғни сіздің ұстанымыңыз бойынша біледі екен деп мақтағанға арқаланып кетпейін дейсіз ғой дұрыс айтасың енді өзіме келген болсақ Дилмардың пайдасын өте көп көріп келемін жалпы Алматыда жүргенде тіпті жетекші ретінде болды қазір бертін келе бір 2-3 ай болды жұмыс жасап жатқалы қазір мынау оператор монтаж жасап жүрген кезде сол кездің өзінде мен жай қарапайым мектептің баласы Алматының баласы бармайтын бірнеше университеттерге шалқар радиосын осыны қайда болсын барып көрдім демек Дилмардың пайдасын мен сол мектепке келгенде байқап көрдім жалпы дарынға мен 2 рет түскен деймін да бірінші рет 8-ші сыныпта кәдімгі келгенде ол кезде қарапайым өзім сыныптастарымның ортам болды ал екінші Дилмарға кіргенде сол бір отбасының ішіндегі отбасыға кіріп кеткен сияқты ең құндылар сол жерде жиналып қалған екен оған қатты риза болдым ал жәнегі аягөздегі үйірмеге айтатын болсақ бұл жалпы нөмір тек 10-шы гимназияның ғана үйірмесі болып тұрған жоқ қазір жан жақтан әр мектептен алып отырық оның өзі үлкен қуаныш сыйлайды бізге бұл жерде де енді дегенмен бәрі менің құрдастарым болып тұр ғой құрдастарым болғанның өзінде және шыңғыс сыйлаған сияқты сәл кеңес сұрайтындай кездер бар кейде мұғалімдердің өздері болады мысалы мына суретті салдық бұны біз қазір атау беруіміз керек қандай атау берсек болады деп менен сұрайды бірақ ар жақта тіл әдебиет мұғалімдері отыр қанша жыл тәжірибесі бар дегенмен осындай жерлерде Дилмардың пайдасы тартып кетеді ол қоғамда да айтып кетеді мысалы өткенде пойызда келіп жатырмын бұрында пойызда келгенде тек құлақ қаппен не фильм көріп келетінбіз ал қазір ондай емес жанындағы адамдарды бақылауға көштім мектептің кезінде шешен сөз өнер пәнінде тапсырмалар болатын ғой жақсылық жасап соны айту керексің ол кезде біз жақсылық жасағанда адамдарға арнайы барып іздейтінбіз ал қазір сол әдет болып қалып қалған сияқты да жанымдағы қоғамдағы адамдармен араласу бұның барлығы бір тән соны жасау керек сияқты болып қалды мысалы өткенде бір жарысқа бара жатырмыз тағы да Семей қаласына бір қарт әже отыр екен жанында менімен бірге бара жатқан топ барлығы ана кісіге мән бермепті де ал ана кісі енді жалғыз отқаннан кейін ол кісінің бізде құлақ қағып жоқ әңгіме айтқысы келіп отыр мен мына жақта отырып мән бермеппін сәл барып қарасам ана кісі сөйтсем ол кісі де шешендікке үлес қосқан екен кезінде ол кісі Алтай тауының бөктерінде тұратын өте мықты бір тарихи өзінің оқиғалары бар екен оның бәрін тыңдаған кезде мен
риза болдым жалпы Ділмарға және шешендік сөз өнері деген пәннің осы жерде оқып кеткеніме. Демек Ділмардың пайдасын қоғамнан да басқалай да көріп жүрмін деп ойлаймын. Аха. Енді осы үйірме жайына келсек, жалпы осы үйірмені құру туралы идея, қызығушылық дейді бе, қайдан туды, неден? Жалпы ең алғаш осы мектептен жалпы кетуге шешім қабылдаған кезде Жарық мұғалім негіз бекер кетіп барасың, ол жақта кейін мына жақтағыдай лапылдай алмай қаласың ғой деді. Кейін тамыз айында Жарық мұғалім қайттан бір шақырып көрді. Осындай мектепке емтихан болғалы жатыр, бір орын алып қалатын болдық, келу керексің дегендей. Сосын тағы ойландық негізінде. Бірақ ол бұлай шешілді, ақыры жақсы мен келмей қойайын деп шештім, көндірдім ағайды. Кейін жақсы ендеше бұнда бір қайыр бар шығар деп жібердік. Кейін күндерінде бір мектепте отырдық, жәнегідей тағы да мынау Алматыдан келген бала, Дарыннан келген бала деді де, бір осындай жиналыс болғалтыр, қазақ тілдерінің жалпы біраз беделді бар адамдар жиналып отыр, сол жерде бір сөз сөйлесең деді. Енді сөз мөңкебейін айтатын бар ғой, ол күн айына бір жиын болады, одан не пайда дегендей ше. Демек ол жерге барғанда бір жақсы сүбелі сөз айтпасам, онда не деп барам, бір ұсыныс айту керек дедім де, сол кезде қазақ тілі болғаннан кейін, мен Алматыдан келіп тұрғаннан кейін, демек Ділмардың ашылуы осы жерде шешілу керек деген бір ой болды. Бірден Жарқын Сайланымға хабарластым, осындай бір хабар болып тұр. Енді жолды көрсетіп жіберсеңіз, қазір мен сізге баяндамамды жазып жіберейін, сол жерде оқимын, соны тексеріп берсеңіз дедім. Жарқын Сайланымды тексеріп берді, бірден бағыттарды көрсетті. Ол жерде үлкен кісілер болады, осылай сөйлеу керек, дұрыс сөйлеу керек, бірден сын айтпа дегендей айтты. Кейін сол жердегі әпкелеріміз, ағаларымыз барлық қолдап кетті, сол жерде үйірмені ашуға шешім қабылдадық. Кейін ертеңінде бірден әлеуметтік желі қазір дамыған кезеңі ғой. Бірден әлеуметтік желі арқылы жарнама жасап, жан-жақтан мектептер қызығып, жалпы барлығы солай қызығып кетті. Қателеспесем, сол жынға Жарқын ағайда қатысты, онлайн. Иә, онлайн қатысты. Ал енді осы сұрақ. Біраз айтқым келіп тұр. Иә, маған қызық болды. Мен ол кезде студент болып келіп жатырмыз ғой, қателеспесем 11-ді бітіріп жатқан кезім екен, үйірме ашып жатқан кезім. Сол кезде таң қалғым ше. Дарыннан кетіп Аягөзден үйірме құру оңай емес қой деп. Әлиханның сөзі бар ғой. Ақылды сөз қылмақ қиын, ақылды сөзді ақылды іс қылмақ одан да қиын ше. Ой деп мен әліге қарап қанықтанамын сол кезде. Енді осы үйірмені құру жолында жаңағы Шыңғыс айтып жатыр ғой, енді қиын ғой деп. Осы қиындығы мен қызығы неде? Қиыншылықтар, өте көп қиыншылықтар болды негізінде. Қазір сені сол үйірмен жетекші деп танысақ бола ма? Жетекші деп танысақ болады, әрине, бірақ ол жерде жаңағы айтып кеткендей қиыншылықтар көп болғандықтан, жалпы үйірмені аша салу, бұл мектепте жүргенде ойлайтынбыз, бір Инстаграм парақша ашсақ болды біз үйірмемізде. Және жанымызға адамдар болса үйірме. Оның былайынша Аягөз аудандық білім бөлім басқармасына барып, оны арнайы мөрмен тіркету керек екен. Мектептің алдағы 5 жылдығына жоспар қылып оны қосу керек екен. Сол жерлерге кіргіздік Ділмарды. Бірақ құжат жүзіндегі жетекшісі менің өзімнің мұғалімім Рыскүл Тойкенқызы болып тұр. Бірақ балалар дайындайтын да, жалпы практика жүзінде көріп келгеннен кейін практика жүзінде дайындайтын мен болып тұрмын. Ал ол кісі балаларға кітаптан тапсырма берсін, сондай жұмыстарды атқарады. Жалпы қиыншылықтар өте көп болды. Сол кезде және Рыскүл Тойкенқызына өз алғысын білдіргім келіп отыр. Қиыншылықта жалпы ол жақта түсінгендер аз болды жалпы Ділмар деген не деп. Неге? Ділмарды көбі өйткені жарнамалану жағынан сол кезде кішкене қиын болды Аягөзде. Бұл Ділмар деген не ашып жатыр? Қызықтыру қиын болды. Қызықтыру қиын болды. Енді жаңадан бізге келе сап, бір үйірме ашып жатыр, және оның жасы 16-да деген өте ауыр естілді. Және ол үйірмені ашу жалпы сондай бір қиыншылыққа соғылды. Басында рұқсат бермеді, кейін өлеңдеп те хат жаздық, былай да жаздық. Қысқасы ақырында келісті, айтты, осындай мектептің 5 жылдығына да енгіздік, мөрінде қойдық, соққыздық, енді ары қарай осы талпынан тайма деп батасын беріп ол кісілерге де үлкен рахмет жалпы. Ал замандастарың қалай қабылдады? Замандастарым барлығы басында менсінбеушілік болған шығар. Басында менсінбеушілік болған жоқ, негізінде жоқ. Бірден келген кезде негізі сын көзбен қарайтын еді ғой. Бірақ ол жақтағылар бірден қолдап кетті. Ол замандастар. Үйренсем көрсем деп бірден үйреніп кетті, соған таң қалдым. Негізі мен де ойлағам, мынау бізбен жасты болып, немене ол, ондайын қойсаш, неге бірден белсенді болып кеттің дейтін адамдар болған деп. Бірақ ондай ешқандай көзқарас та болған жоқ, пікір де болған жоқ. Замандастар да, мұғалімдер де барлық қолдап кетті. Жалпы оның өзі бір
көрегендіктің белгісі деп ойлаймын да. Рахмет. Алдағы уақытта енді сәттілік тілейміз. Жақсы екен, рахмет. Енді Шыңғыс бізде қазір СДУ-дағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, осы бағытта бірінші курс студенті, білім алып жатыр. Жақын арада Ділмар студенттер арасындағы шешендік өнер сайысының бас жүлде иегері. Тағы да жүлдеңмен құттықтаймыз шын жүректен. Осы сайыс барысында дайындық қалай болды? Сол туралы айтып берсең. Ділмарға негізі дайындық аса қатты болмады негізі. Сабақ уақытымен қатар жүру оңай болмады. Қатысуға өзің ниетің болды ма? Әлде ағай қолқа салды ма? Жоқ, ниет болды. Мен былтыр Рамазан бас жүлде алды ғой, сол кезде Рамазан екеуміз кетіп бара жатырмыз. Рамазан келесі жылы алла қаласа мен бас жүлде аламын деймін. Алла аузыма сол кезде сөз қалды ғой деймін. Сөйтіп айттым, Рамазан жоқ, мен келесі жылы мен де қатысамын. Екеуміз шешеміз бермеймін деді ма? Иә, бермеймін дейді да. Көреміз дедім сосын. Ол сөйтіп жүріп ұмытып кеттім ол не үшін. Сосын басталады деген кезде жақын айтты, бір универден бір бала қатысады деп. Сосын СДУ-да мен қатысатынмын ол, бірақ жалғасты оқып отырып, жалғастың мырзалығынан, бауырлығынан, тәнті болған шериятын. Жоқ, мен емес, Шыңғыс қатыссын деді да. Ол оңай дүние емес, мысалы, бас жүлде 500 мың теңге. Атағы бар дейсің. Иә, кішкене кейбір замандастарымның қасында абыройдың асқақ мерейін үстіне болып қалды негізі. Бірақ жалғастыққа өте үлкен ерлік болып Шыңғыс қатыссын дегенше. Содан бұл кезде мен жауапкершілік сезіне бастадым. Кәдімгідей сезіндім. Өйткені бұл ойнап жүріп қатыса салатын дүние емес. Содан күніне кімнің Нысанбек Төлепұлдың даландары Ділмарларын алып, қолынан келген бір шешімді сөзден жаттауға тырыстым. Сонда аптасына кемінде 3-еу, не 2-ден жаттауға тырыстым ше. Сосын Қазақ афоризмдер деген кітап бар. Авторын ұмыттым. Соны да қарап шықтым. Ақыл-ой антологиясы бар. Ішінен жазып аламын, қанат сөздерше. Анақайырсыз айтты екенмін деген сияқты. Соларды группаластарым бар. Сіз шай ішеміз, шайға құмармынша. Содан отыра қалып, кеше мынандай оқып едім деп айтып беремін ше. Ол да бір практиканы қалыптасқаны жақсы бір негіз ше. Оларға да бір жақсы әсер етеді. Сосын сенің есіңде жақсы сақталады. Мен солай дайындалдым. 6 ай араған арғымақты үстінен елін алып босатқан кезде бір көпке жатқызсаң көбең тартады дейді. Сондай деңгейде болдым алғаш келген кезде ше. Оңай болмады. Басында шыққан кезде кібіртіктеп қалдым, сөз бастай алмай. Бірінші болып шыққам, sen ойлап едім, бірінші болып түсіп қалатын шығармын деп. Бірінші болып түстік. Алла тағала өзі аузыма сөз салды ше. Алланың арқасында бауырларымның қолдауымен Жарқын Сәленұлының Жарқын айрықша алғысын білдіргім келеді. Ол кісі мысалы 8-ші сыныпта біз Ділмар үйірмесі құрылған кезде мынандай болатын. Сендерге істеді ма ол әдісті, істелмеді ма? Біздің алдымызда айнек еңбектер қолдана солар зерттейтін біз ше. Қаншалықты олар тіл тазалығын сақтайды деп бір кезде айнымдар сұрақ қоятын. Абай не үшін хәкім, мысалы, Абай жазушы ма дейді, қара сөздеріне қарап ше. Сондай бір құпия түрде біз сыртымыздан бақылайтын сол кезде. Сондай бір дүниелердің әсерінен шамасы ше. Сенің практикаңда қалыптасады. Соның арқасында алдым. Оның үстіне бір айта кететін дүние ол ниет деген дүние жақсы болу керек. Ниетің жақсы болса, сенің ісіңнің жемісі молырақ болады ше. Абай айтады ғой, істі қалай бітіргендігінен емес, қалай бастағанынан білінеді, адам шылтырады дейді. Сенің ниетің ақ болса, ол дүние саған расымен де айналып келетініне көзің жетті. Сенің телефондар қандай? Мен телефон қандай? Және қысқаша айтып отқандарды түсіріп отсаңдар не кетеді болады? Түсіріп отырмаш па? Жанынан ба, мына жақтан ба? Әлі сен кейін түсіріп бола ма? Мен түсіріп бермін. Былайынан, осылайынан түсіріп бер. Болып жатса, былай да түсіре бер, қысқасы ыңғайынан бер. Жалғастыра беріп па? Және бір сұрақ болып тұр да. Және бір универде бір оқушы, бір студент шығу керек деді. Мен Абай атындағы педагогикалық университет бар ғой, сол жақтан Дана айтты, мен шығам деп. Мына жақта жалғас екеуіңнің бірің шығасыңдар. Сонда басқа үміткерлер болды ма? Негізі талас бізде көрінді келеді дейтін, әлде сол тек мысалы дарынның
осы бітірген оқушы ғана келу керек сияқты болып қалды да. Өйткені әр универден сол бұрынғы балалар қайтадан жиналған. Сол сияқты басқа жарнамалық жағынан қалай болды бұл? Жалпы ол жағына шығыс өзі айтып берсін. Мен не байқамадым. Таласу, маған не барсам екен деген сияқты. Мен өзім мына бас жүлде алғаннан кейін ертесі неге бардым? Деканатқа кіріп шықтым ше. Деканға кіріп қандай жарыс деген сияқты. Басында өтініш жазып жіберу керек болды. Бірге сабақтан босату үшін. Олар басында ойлады, Дилмар деген қандай жарыс деп ше. Бірақ мен қателеспесем, былтыр осы бірінші болған кезінде кім Сүлеймен Демирелден бір қыз қатысқан. Сонда ойлаймын, бұл кісілердің жадында неге болмаған деген сияқты. Дилмар мысалы 10-шы рет өткізіліп отыр ғой, мысалы оқушылар арасында қосқанда, студенттер арасында қосқанда, сонда 10 болады. Сонда жергілікті бар. Дилмар неге бұлай танылмай жатыр деген ой болды ана жерде. Содан кейін де бір бас жүлде алсам, Алла қаласа, бұл кісілер бір таниды ау деп ойладым. Өйткені Сүлеймен Демирелге де ол не болып келеді ғой, бір жағынан плюс қой негізі. Сөйтіп ертесі кіріп едім деканатқа, олар андай қызықты біздің декан. Келесі жылы біз өткізсек екен деген сияқты, осы Сүлеймен Демирелде болса екен деп. Ойлаймын, егер келесі жылы қатысатын болса, сол кезде меніңше не болады сияқты. Үміткерлердің арасында бәсекелестік. Әр жылы әр университет алып отыру керек сияқты, оның жарнамасын жасап жүрсе. Иә, ол да бар. Бірақ биыл мен байқадым ше, біздің қарсыластарымыз өте тиянақты дайындалып келген ше. Иә, бәсекелестік шынымен болған сияқты. Андай бір қатысуға деген талас болмағанымен бәсекелестік болды. Байқайсың, дәйектерді күшті келтірді. Дилмардың бір өсіп өркендеп бір халықтың жадына қайттан келе жатқанына қуанасың сол кезде. Сенің арқанда мысалы осы Дилмар шешендік сайысы СДУ-дың, яғни деканаттың алдында, әкімшіліктің алдында біраз мерей асқақтап қалды. Шынымен сен айтқандай, егер келесі алдағы жылдары әр универден жоғарғы оқу орнынан осылай студенттер келіп, бас жүлдені әр жылы мысалы енді дайындығына қарай ғой, бұйырғанына қарай, бірақ шынымен әр университет алып отыратын болса, мерейі бұдан да асқақ болатын секілді. Иә, расымен де жарнамасы жақсы болады. Жаңағы және бәсекелестік жайлы қызық болғанда біздің Шыңғыс Айкөркеммен, Данамен, Талғат өзіміздің оқушыларымыз өзімізбен бәсекеге түсіп қалып, жұптасып қалып жеребемен. Ол қызық болды. Иә, ол шынымен қызық болды. Мен өйткені андай болды. Шыны керек Дилмар көп жағдайда көбісі түсінбей жатады, дебатпен шатастырып алады. Соны ойладым, мен қарсыласым кішкене дебатқа жақын болса, менің де ашылуыма қиын болады ғой. Спортта да, мысалы, бокста да, мысалы, кәсіби бокспен айналысатындар, мысалы, ринг бір жасайды ғой, сол кезде олардың қарсыластары мықты болса, олар да пісе түседі, шындалады. Мен ойладым, қазір қашан соңғы рет 10-шы сыныпта қатыстым ғой, 1,5 жыл болып қалды ма қатыспай қалмасам да, сәуір айында, иә, студенттер мен оқушылар арасында. Сөйтіп қарайып қалдым ше. Егер менің қарсыласым жақсы болса, менің ашыла түсуіме ол да бір септігін тигізеді. Сөйтіп Айкөркем ескенде, ой деп қуандым ғой. Екеуміз бір көсілетін шығармыз деп. Шынымен менің ойымдағыдай болды, өзіме ұнады. Иә, қызық болғанда түске дейінгі бірінші айналымды Жалғаспен Айкөркем басады, түстен кейінгі екінші айналымды Данамен Шыңғыспен кешірім сұраймын. Енді жалпы екеуіңе сұрақ, неге мысалы адамдар өмірде бір нәрсеге ұмтылады, талпынады, бірақ бір сәтсіздікке ұшырағаннан кейін қолын қалт сілтеп қалады? Осы неден сондай деп ойлайсыздар? Меніңше енді әркімнің әртүрлі ойы болады. Менің жетістікке жолым әртүрлі, жету жолым әртүрлі, ақырғы сенікі әртүрлі, Әлидікі әртүрлі. Бірақ ол бір сынып қалған кезде сынақшы ол да. Мысалы, мен бұлай қабылдадым, байқаудан бас жүлде алған кезде бір маған сұрақ қойды, қуаныштысыз ба деді. Жоқ дедім кішкене, жоқ, бірақ сабыр сақтауға тырысып тұрмын. Өйткені қайғы келсе де сабырлы болу керек, қуаныш болса да сабырлы болу керек. Кімнің Сүлейменнің бір жүзігі болған екен дейді, бәрі өткінші деп жазылып тұрған екен ше жүзікте. Сол естіген ғибратты әңгімені мен есіме түсірдім сол кезде. Ал менде көп болды. 8-ші сыныпта екен. Жарқын аға тәуелсіздікке қатысты кімнің Махамбеттің Ереуіл атқа ер салма өлеңін оқыдым. Алғашқы кезде бірінші шумақтан келесі таңда ұмытып қалған. Сол жерде тұрмын, бір ақын кісіні шақырып, ұмытып тұрмын есімін. Кездесу болды. Зал лық толы адамға.
сол кезде қатты сағынсынған меніңше. Мен ондай енді бір өлең оқымастай болып кеткен. Бірақ мен түсіндім, сол кезде маған түсіндірді досым. Бұндай дүниелердің болуы шартты әрі заңды. Сен керісінше ол сынып кетпеу керексің, ол сені шыңдай түсу керек, сынай түсу керек. Мына кімнің алдында Серік Асылбекұлының Рабиғаның тойы деген бір, ой, Рабиғаның махаббат деген бір шығармасы бар. Сонда эпиграф ретінде Есениннің бір өлеңінен үзінді оқып тұр екен да. Отқа күйгенді өртеймін десең де оны өртей алмайсың. Сүрінгенді қайта құлатамын десең де құлата алмайсың. Құлады ол, бірақ орнынан қайта тұрады. Сондай мықты бір рухани жағынан рухы мықты болады сияқты меніңше. Сен қалай ойлайсың әлі? Менің ойымша негізі ол рух сынып қалу деген әу баста мысалы екі түрі болады да. Егер мысалы мен Шыңғыс пен шешен сайысқа түстім де ол жеңіп кетіп мен ұтылып қалсам, ол кезде маған сынуға болмайды, өйткені мен көріп тұрмын шынымен мықты екен. Ал кейде болады болмайтын жерден ұтылып қалатын кезде негізі мен басым едім ғой деп әділдік беріп тұрған кезде болса, ал онда ол кезде сынып кету ол заңдылық деп ойлаймын. Сондықтан екі түрлі де қарастыруға болады. Мысалы Шыңғыс, саған бір жағдаяттық сұрақ қойып көрейін. Егер де сен жаңағы Дилмар шешендік сайысынан бас жүлде емес 3-ші орын алғанда қандай болар едің? Елестетіп көрдің ба? Иә, мен ой болды. Не істер едің? Не істегенде? Енді сен талай дайындалдың ғой, саған бас жүлде алам деп дайындалдың, ал 3-ші орын алып қалдың. Не болар еді? Мен былай қарастырамын. Әр кезде бір нәрсеге мақсат қойсам, оны болады, болмайды деп екі жағында қарастырамын ше. Өйткені ертең ол, мысалы мен бас жүлде алмаған кезде жарайды арнайы жүлде де алмадым, соңғы орынды алдым деп мен өзімді елестеттім алғашында. Қалай болады екен деп ше. Мен жүрегімді ұстаймын ше сондай кезде, қалай болады деп. Жүрегім тыныш болды. Бір кезде Рамазанмен сөйлесіп отырмыз. Рамазан айтады маған, Шыңғыс, сенің сондағы мақсатың бас жүлде алу ма деп сұрақ қойды. Былай қарасаң, жауап бере салатын сұрақ ше. Жауап бере салатын сұрақ. Бірақ ойланасың. Мысалы андай ғой, өмірге не мақсатпен келдің, ол да бір оңай сұрақ емес. Бір баланың жауап бере салатын сұрақ сияқты көрінгенімен оның астарында үлкен ой жатыр. Рамазан солай сұрақ қойды. Мен ойландым. Сөйтіп ойландым да, шынымен де дедім, бас жүлде алсам не өзгереді, алмасам не өзгереді дедім. Алмасам да, алсам да ештеңе өзгермеуі тиіс. Өйткені менің мақсатым ол шешендік өнерді 22-ші ғасырға қолымнан келгенше дәріптеу. Менің мақсатым отбасыма, бауырларыма шешендік өнерді сіңірту бойларына. Менің мақсатым ертең ұстаз деген атқа лайық болу. Мұғалім емес, оқытушы емес, ұстаз болу. Ал мына Дилмардан қаншасыншы орын алсам да, орын алмасам да, ол менің сыналуыма, шыңдалуыма бір көмек тигізеді. Сен мысалы сондай ойланасың ба, егер аягөзге кетіп қалмағанда, мектепке қайтып келген кезде сол кезде не болар еді? Әлде сен сенімді болдың ба? Қайтып келген кезде не болар еді? Ол кезде сенімді болған жоқпын, өйткені екі тарапқа ой бөлінді, бірақ негізінде кетіп қалған дұрыс болған екен деп те ойлаймын. Өйткені қараңыз, қарапайым Ақберен деген мысалда мен мына жақта қанша баланың арасынан Ақберенге барылмайтын едім республикалық. Ал ар жақ бойынша шыңдалып өтіп барамын. Мына жақта жүрсем мен қарапайым әлі бейнероликтерді өңдеп жүретін едім, ар жақта мен тәжірибемді шыңдап жүрмін да. Сондықтан ол жаққа да негізі Рамазанмен осы тілдестім. Осы 9-шы сыныптың аяғында екеуміз сол тағы рөлін жасап жүрдік. Рамазанға айттым, қалай сен өзі өкінбейсің ба кетіп қалғаныңа деді. Рамазан былай деп айтты. Негізі өзі келгенде қызық болар еді. Рамазан былай деді, ол мектепте жалпы мен мақтай бергеннен маған комфорт болып кетті деді. Ал адам ол комфорт болып тұрған жерде ол дамымай қалып қалады. Сондықтан мен өзім мектептен шықтым, мына жаққа келсем өмір сүруге деген құлшыныс ашылды. Мына жақта мені ешкім ар жақтағыдай мақтамайды, дайыным жоқ. Сондықтан ары қарай дайындалуға, шыңдалуға мына жақтағы өмір қызық деді. Одан кейін шынымен сондай екен жалпы. Мен мына күнде әліге бір әр заттың хайырлы екенін түсінесің да. Сен бағынан шығып кеттің, ары қарай болды бітті емес, керісінше кімнің Рамазанында айтқан дұрыс. Адам өзі біз бір комфортқа қатты үйреніп кетеміз ғой, одан шыға алмай қаламыз. Мына мен ойлаймын, мына Дилмардың ішіндегі жүйріктер тарыдай жан-жаққа шашылып кетіп жатырмыз ғой. Оның да бір пайдасы бар, сен таудай тұлғаларды тәрбиелеуге бір әсер ететін сияқты меніңше. Қайырлысы кім, Әли, ол жақтан үйірме құрды, аягөзге танылды. Бұйырған кетпейді деген нәрсе ғой. Дарынды көбісі
өзінің өміріндегі жалғыз багер сияқты есептейді да. Қазір мен мына жақтан шығып кетсем болды, ана жаққа барғанда менде мынадан басқа бағым жоқ, осы жақта аяғына дейін оқу керекпін деп, мына жақта 3-пен оқыса да 2-мен оқыса да сүйреліп жүріп алады да. Ал ол оның орнына дарынан шығып кетсе, бұл жаққа басқа мықты бала келіп, бұл жақты күшейтуі мүмкін да. Сондықтан екі жақты да көзқараспен ойлау керек деп ойлаймын. Сыни көзқарас болу керек. Тамаша. Енді менде келесі бір сұрақ, жаңа да басын бір шалып өттік. Мысалы, Әлихан Бөкейханов 9 тіл білген. Құдайберді Жұбанов 17 тіл білген. Алаш қайраткерлерінің қай-қайсысын алсақ та кем дегенде 5 тілден білген. Жалпы көшбасшы болуда қазіргі әлемдік бәсекеге талас жолында біздің шет тілдерді қазақ тілінен бөлек білуіміз қаншалықты маңызды? Өте маңызды. Шыңғысым әлде бастайды ау осы. Мен бастайыншы деп ше. Дарында жүргеннен мен бір өкінетін дүнием тіл үйренбегенім ше. Ағылшын тілін қазір мән беріп қарап жатырмын ғой. Сен бір тіл білсең бір адамсың, көп тіл білсең көп адамсың. Ол негізі рас деген екен ше. Қазір біз шешендік өнерді дамытамыз деп жүрміз, ол өте дұрыс. Бірақ мысалы мынандай сөз бар ғой, қазақ тілінде мәңгүрт деген ауыр сөз. Өзінің тілін дұрыс білмейтін адамдар ше. Бірақ өзінің тілін жете біліп, өзге тілдерді де үйренбейтін адамды мәңгүрт десе мен келісемін ше. Өйткені сенің таным көкжиегің кәдімгідей қалыптасады ше. Ағылшын тілін біл. Онда сен ағылшын тіліндегі бір кітапханадағы қазына байлықтар саған кәдімгідей ашылады. Тура сол ағылшын тілінен оқисың. Бәлки мен ойлаймын, шешендік өнерді бір дәріптеу, насихаттау жағынан мүмкін сол септігін тигізетін шығар деп ше. Өйткені қазір ертең мысалы сабақ бергенде балаларға қазақ тілімен қатар ағылшынды мысалы үйретіп жүрсең, салыстырмалы түрде сыни көзқарасы қалыптасады да. Алдында лекцияда сол Құдайберген Жұбанов 30 тіл білді дейді, кейбір деректерде 17 тіл білді дейді. Сол кезде мә деп мен жағамды ұстап қалдым, шыны керек. Мен не істеп жүрмін деп ше. Қазір мынандай ғой, қазақ тілін білу ол өте дұрыс. Өйткені сенің ана тілің қазақ тілі. Бірақ мынандай да тілі барда танымы жоқ болып барады ше. Мысалы қазақ тілінде сөйлеймін дейді да, оның ішіне мысалы әртүрлі жаргон сөздерді қосып сөйлейді. Мен айтып отырмын ғой, бағана кітап оқыған кезде түсінбейтін сөздерім көп деп ше. Солар сызып отырып оқып, мағынасын іздеп кетемін. Ол да бір мына қазақ тілін біздің жете білмеуіміздің әсерінен деп ойлаймын. Мына шешендік өнердің бір пайдасы кімдердің толғауларын, шешендік толғауларын, шешендік арнауларын оқып отырасың да, олардың тілі сенің лексиконыңа келеді. Сөздері мысалы ше. Сол кезде сен қазақ тілін жете түсінесің. Енді ағылшын тілін, түрік тілін, корей тілін үйренген сайын сенің таным көкжиегің өзгере түседі ше. Сол жердегі өте көп ақпараттарды аласың. Жаңа қандай салам айтады ғой, мына бір тауды көрсең, орыс тілінде басқандай тау, қазақ тілінде басқа әртүрлі көзқарас пайда болады. Бір шетінен және ашып кетті ғой, салыстыру өте әдемі болады да. Ең басында да айтты, бабаларымыз мотивацияны күшті берген деп. Мысалы 15 жасы бар деп, оны да әдемі салыстыруға болады. Мысалы мен шетелдің де әдебиетін жетік меңгеріп оқи алсам, өзіміздің Ділмарға сай айтып отырмын да, онда бабалармен де салыстыруға болады. Мысалы Абайдың қазір жапондардың аз-аздан үздіксіз деген мықты болып жатыр ғой. Ал оны Абай ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға деп кетті да. Сондай салыстыруларды анық көруге болады. Демек бұның қоғамда ғана емес, Ділмарда да өте пайдасы көп тіл білу деген. Бірақ мына Ділмарға кіргендер жаңадан келгісі келіп жатқандар ойлайды, Ділмарға кіру керекпін де тек қазақ тілін білу керекпін деп. Ол және сен айтқандай мәңгүрттік болып қалады да. Тек қазақ тілін білем деп жүреді, не қазақ тілінде жетіп көнерген сөздерді ашық айта алмайды. Ал егер соны біліп тұрып, орыс тілінде сәл біліп тұрып, сен қазақша сөйлейтін болсаң, онда күшті да. Ал сен қазақ тілін ғана біліп, мен басқа тіл керек емес десең, ол мүлдем басқа. Жалған намыстық қой. Енді мен сендерге қазір екі нұсқа оқимын, сендер біреуін таңдайсыңдар. Енді былай қояйын, негізі мектеп пен студенттік өмір, бірақ енді дарында оқу немесе басқа жерде оқу деп қарайық. Сендер үшін қайсысы? Дарында оқу немесе басқа мектепте дейсің ба? Басқа оқу орнында оқу. Әли үшін ол Аягөздегі мектебі, сен үшін ол СДУ. Қайсысын таңдар едіңдер? Бұл білесіз сұрақтар тез жауап берді. Жоқ, негізінде дарында екеуін де бірдей таңдауға болады. Өйткені мысалы дарымен ғана шектеп қалатын едім. Немесе Аягөз жүрсем, қазір мен мына жерде мүлдем мынандай сөз сөйлемеймін. Әли болмаса едіңіз. Сондықтан екеуінің де пайдасы бар.
бөліп жару. Сен үшін? Мен солай. Аха, Барын жақсы. мен негізін қалағанда Келесі. Сабақ оқу үшін ұйықтамау немесе сабақ оқу үшін ерте тұру? Сабақ оқушы. сабақ үшін ерте тұру. Аха. Проза немесе поэзия? Проза. Маған поэзия. Бос уақытты жалғыз өткізу немесе жақындармен бірге болу? Жақындармен бірге. Жалғыз өткізгенде тиімді. Жағдайға байланысты дейсің ғой. жағдайға байланысты. Аха. Өткенге оралу немесе болашақты білу? Жоқ, осы шақта өмір сүру сияқты. Өткенді. Ортасы, иә? Иә, ортасы. Аха. Өткеннен сабақ алып, болашаққа жоспар құру. Жұмысты бір демде аяқтау немесе бөліп орындау? Бірден аяқтаған ұнайды маған негізінде. Аха. Маған қиын болса бөліп қарастырған жөн. Кітап оқу немесе аудиокітап тыңдау? Кітап оқу. Өзіңді дамыту немесе басқаның дамуына көмектесу? Басқаның дамуына деп айтар едім. Өйткені басқаның дамуына көмектессең, біріншіден тәжірибе арқылы сен өзің де дамисың ғой. Мысалы, бір тақырыпты жетік меңгеру үшін қазір мынандай тапсырма береді де, жұптық жұмыс істейді де, маған бір В деңгейіндегі оқушыны ертіп саған сабақ түсіндіру керек болады. Демек мен түсіндіріп жатқан кезде үйренемін. Мен де аяқ кезде сондай ғой, мысалы мен Ділмарды жетіп білмесем де, мен шешенің сөзін талқылап жатқан кезде, өзім үйретіп жатқан кезде жаңа ой қосылып отыр. Сондықтан өзім нұсқамды ала беремін. Біреуді үйретіп жүріп өзіңді үйренесің. Ол да жақсы, бірақ андай шәкәрім айтады ғой, біреудің тергенше өзіңмен алыс өлгенше деген. Сен өзіңді дамыту арқылы сосын басқаларға бір дүние бере аласың. Иә, белгілі бір жерге жеткен Өзіңе кезде. кім қалай қабылдайды соған Иә. Және соңғысы, жай ғана Ділмар клубының мүшесі болу немесе Ділмар клубының өз оқу орнында үйірмесін ашу? Ділмар клубының өз оқу орнында үйірмесін ашу. Үйірмесін дұрысы. Және де екеуін ажырата алмаймыз. Иә. Қарастыра алмаймыз. Бірінші Ділмар үйірмесінің мүшесі боласың, сосын барып өз немесе шеттеліп қалғандар да бар жоқ сияқты. Өйткені Ділмардың клубында болып, ары қарай басқа салаға кетіп қалған. Ол Ділмарды көргеннен кейін Әлихан Нұрмұхаметұлы айтады ғой, тірі болсам қазаққа қызмет етпеген дейді. Біз көрген дүниемізді қызмет етіп, өзіміздің өңірімізге сіңдіріп жатқаннан кейін ол екеуін бөліп қарастыруға болмайды деп ойлаймын. Енді Шыңғысқа қатысты сұрақ осы жерде туындап отыр. Алдағы уақытта СДУ-да осы үйірмені ашу ойларында бар ма? Менің ойымда бар, жалғыз екеуміздің ойымызда бар. Бірақ сен айтып отырмын ғой, өзімді дамытып алайын деп ше. Кімнің де әлемінде айтқанына келсем, қызығатын адамдар болса, алла қаласа, бәлки екінші семестрде не екінші курста бір ашып қаламыз деген ой бар. Алдында жарысқа келген кезде Айкөркемде осы нәрсені айтып еді ғой. Бірақ Айкөркемде енді орта жағынан қиын болып жатыр екен. Мүмкін ол тағы да сол қызығушылыққа байланысты, қызықтыра алмауға байланысты шығар. Бірақ бәлкім сол жердегі шынымен адамдарға да байланысты шығар. Сұраққа сайсың ғой, сауық бұзар деген жерде сіздер ортақ жиналып кітап оқисыздар, бірге ұйым болып. Сол сияқты ойламайсыз ба, ашуға болады? Ол жерде де сіздер кім ортаны жинап отырсыздар ғой. Ортаны жинап отырсыздар ғой. Демек кедергі жоқ сияқты деп ойлаймын. Кедергі жоқ, бірақ сауық бұзарда мысалы еркін ғой формат. Ондай ой бар, Ділмарда да сол еркін жүргізу керек деген. Енді алдағы ситуацияларға қарай көремізші оны. Өйткені ана жерде сауық бұзарда кітап оқимыз, дамимыз, солай бар. Ділмарда кітапты да оқисың, практика керек болған шығар. Иә, практика керек. Сәл кішкене адам өзі бір қалап келмесе, қиын сияқты біреуге үйретемін деген сияқты. Бірақ енді ойда бар оның. Алла қаласа екінші курста көреміз. Сәтті тілейміз онда. Үйірмесін ашу ойдағанына деген расында Инстаграм парақша сияқты емес, басында. Сен айтқандай қиыншылықтары бар шығар. Сондықтан оның бәрі бұл кісілерде қазір енді біздің өзінің сабағымен салыстырғанда бұл кісілердікі әлдеқайда қиынырақ қой. Сонымен қарағанда түсініспеушілік және сәттілік деп қоюға болады да. Алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Енді біраз сүбелі сұхбат болды деп ойлаймын. Сөз соңында қорытындылауға жақындап қалдық. Сөз соңында жаңағы айтып жатсыз ғой, ақылды сөз қылмақ қиын, ақылды сөзді ақылды іс қылмақ одан да қиын деп. Сол секілді бір қанатты сөздерден өздеріңізге жігер беретін, күш сыйлайтын бір ауыз сөзбен қорытындыласақ. Маған Әлихан сөз қатты ұнайды. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес деген. Ал мен Ахмет атамыздың сөзімен қорытындылағым келеді. Тән көмілер көңіліме жеткенсін, ойлайтындай мен емес бір кімбісің, жұрт ұқпасын, мен ел білінші менікі. Тамаша, көп рахмет алдың уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Сіздерге де рахмет, сұхбат дайындап, әдемі сұрақтар ой-өрісті аша білуге. Негізі сұхбат алушында еңбегі көп қой. Мысалы, бір сұрақ қоя салып, оны ашудың өзі, сұхбат берушімен жұмыс жасаудың өзі. Сондықтан сіздерге де көп рахмет. Сәттілік саған. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Егер сұхбат ұнаған болса,
бейнежазбаға лайк басып пікір қалдырыңыздар, арнаға тіркеліңіздер.